Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңаөз көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуатов Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Кешегідей айтайын деген ол дейтін жаңағы ол дейтін кешегідей төбелес болайын деп айттық қой, жаңа келіп тұр деп. Жұмыс істеп жүрген қызмет барысында жұмыс істеп жүрген кезде сол қалада жүргенде, Ақтау қаласында жүргенде ол дейтін сол жерде жаңа коллега болды, охранник. Сол дейтін наоборот, менімен коллега болып сол жаңа келіп төбелесуге келіп тұрған баланы ұстаймыз ба десек, ол наоборот, Бауыржан бар шыға бер деп мені жіберіп тұр, төбелесуге бара бер деп тұр. Сөйтіп тұр жаңағындай кезде. Мен түсінбей қалдым, жаңа төбелесуге бара бер деп тұр. Енді үлкен жігіт жаңа келіп тұрған, сонымен төбелесуге бара бер дейді. Төбелесуге киіміңді жыртып, сондай болады ол жерде. Еще старший әйел охран болған, ол старший әйел охранға ол келгенде төбелесем деп тұрған, төбелесетін адам ол. Келіп, спортивкамен келіп тұр, төбелесем деп. Әйел адам болса, ол жерде ұрып төбелесіп, масқараң шығарып, сондай болады. Ол жаңағы Руслан дейтін охранник сол жерде Бауыржан бара бер деп, төбелесе бер деп тұр. Осылай келіп тұр деп мен айтып тұрсам, не айтып тұрсың маған деген сияқты, сөйтіп бара бер деп тұр. Төбелесе бер деп тұр. Ол жерде осылай ол сақшы, қарауыл, ГБР осылай қылмыскерлер бар деген сияқты, бұл жерде солай қарау керек. Оларға жаңағындай масканы бермеу керек. Маска дейтін бар ғой. Масканы киіп, өзінше жаңағындай герой болып жүреді, ол герой болып. На самом деле жаңағындай ұсталса быт-шыты шығып, сондай болады. Әсіресе жаңағындай өзінше бір ақылды болып, сөйтіп ұл ер қыз, әйел адамдар сөйтіп тұрады ғой. Рулар, руға жатпайтындар, кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз, ұлттар адамдары. Солары жаңағы өзінше герой сымақтар сол жерде жаңағындай мынандай маска, жаңағы сақшы, қарауыл дейтін, ГБР дейтін бар. Қай жерде қалай жұмыс істеп жатыр, қалай келіп жатыр, қылмыскерлер қалай, система қалай болып жатыр, сондай да ғой бұл жерде. Олар сол жаңағындай ол дейтін жаңағы төбелесе бер деп тұр жаңағы Руслан дейтін охранник. Ол жерге барсам, ол дейтін ұрып жіберіп, жаңағындай киімді жыртып, сол жерде масқараң шығарып. Оларға сол керек. Ол жерде білімді, білімсіз, ұл ер қыз, әйел адамдар, және тіс қайрап жүрген ұл ер қыз, әйел адамдар. Дені сау емес, білімді, білімсіз. Енді жаңа сондай жерде. Сосын жаңа
өзінше геройсымақтар жаңағыда мысалы соғыс болып жатқан жағдайда мысалы біреу болсын өліп қалады сол жерде. Мысалы ұрып жатқан кезде, неғып жатқан кезде. Сондай болады ол. Ол өзінше жаңағыдай өтіп кетемін мен. Жаңағыдай масқарасын шығарамын, мені масқара қылмайды. Жаңағы геройсымақтардың өзінше бер жағында төбелестер. Сөйтіп биік бауыржан табынып танып кетеді. Сондай сыйлай екен біледі. Жетатас кім екен деп сұрайтын болады. Олар сол жаңағы геройсымақтар өзінше жаңағыдай прием көрсетіп, телефондарға шығып алып, авторлар жаңағыдай өзінше телефондарды шығарған солай. Геройсымақтар өзінше дейді. Сондайлар на самом деле маска бұл жерде. Жаңағыдай өзінше ұстатпай жүргендер. Сол жерде жүрген охранниктер. Өзінше герой болып. Солар өзінше ұстатпаймыз деп ұсталады, масқара шығады мені. Әйтеуір барып баратқан күшті болмасақ та, әйтеуір бер жағында күшті болып, әйтеуір сәл өзіміздің держава нелерімізді сақтап қаламыз ғой. Солай өзіміздің линиямызды сақтап қаламыз. Солай болады. Ол сол жағандай сондай ғой. Олар дейтін сақшы, қарауыл дейтін бар, қылмыскер дейтін бар, жаңағы тіс қайрап жүрген бар, білімді білімсіз бар сол жерде жүрген. Алаяқтар, жемқорлар, сыбайлас дейтін сияқты, қылмыскерлер деген сияқты, сақшы, қарауыл, гібер дейтін сияқты. Бұл жерде сондай бар. Солай бұл жерде жаңағыдай маскамен деп қарау керек оларды деп сөйтіп таниды. Врачтар маска тағады, сол сияқты масканы тағады деп қарайды врачтар. Сол сияқты қарау керек оларды. Олар сол бұл жерде жаңағыдай бір мусорщиктер болады, ішінде жүрген мусор қарай ма, мусор ақтара ма. Мен сол айтайын деген. Сендермен бірге болған Хиуа ханы Бауыржан биік Бауыржан табыныр жоғарыдағы, Түркістан арыстан баб Бауыржан биік Бауыржан ұл ер адам табыныр жоғарыдағы, Каган Бауыржан биік Бауыржан табыныр жоғарыдағы, Ферғауын патша Бауыржан биік Бауыржан табыныр жоғарыдағы, Жебірейіл Алла Құдай, Аллах екі Құдай, Дәджал Кәбіролдай төртінші Аллах Құдай, Әрес Четерек Невок Зевс биік Құдай, аты жөні Олды Бауыржан биік Бауыржан табыныр жоғарыдағы, Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері Қоңырат город Дәуіт тауын Шөмішті Қарағойлы Лабағыр батыр ұлы ер адам мазары Қоңырат әкесі туылған жері Бауыржан биік Бауыржанның Қоңырат город микрорайон дом 118 улица Кара деп былайта тұрамыз. Каракалпакстан бір подъезд екі этажонға 20 квартира Бауыржан биік Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан биік Бауыржан табыныр жоғарыдағы. Ол сондай. Ол дейтін сондай болады. Олар дейтін жаңағындай өзінше ұстатпаймыз деп. Ол жерде жаңа мен полицияны шақырмасам ол дейтін сол жерде төбелесейін деп тұрған адам. Ол үлкен адам. Оны тоқтату керек, ол келем деп тұр, төбелесесің ба деп тұр. Олар охранникпен тоқтатпағанда кіммен тоқтатасың? Ол охранникке нападение жасап тұр сол жерде. Жұмыс орнына келіп төбелесесің ба деп шығарып тұр. Нападение жасаманы біздер қарап тұрмаймыз ғой. Біздерді әрекет ету керек. Соны тоқтату керек. Ана охранниктің айтып тұрған сөз өзің төбелесе бер деп. Старший әйелді келсе ол дейтін кешірім сұрасын деп айтып кетті деп, оны шақырсаң ол мыжып тұрайын деп отыр ана жерде деп екеулеп. Кешірім сұратып, өйтіп, сөйтіп тұрайын деп тұр. Мен оны білдім, әйел шақырайын десем. Әйел шақырған мыжып жағандай.
мені не бұрап қылып, сол жерде кешірім сұрадып, Саша шақырамын деп, сөйтіп сол жерде тұрайын деп тұр. Содан кейін оны шақырған жоқпын, жаңағы әйел болғасын, ол дейтін тағы кім әйел болғасын жағындай отырады. Кім ата сол сияқты отырады. Оны шақырмай деп әйел адам шақырғасын, ол жерде төбелеседі. Ол полициялар шақырған кейін мен емес деп тоқтады сол жерде өзінше төбелесетін адам. Ол ер адам. Ол сол геройбек жүрген. Қалған нелері сол. Сондай ол жерде өзінше шоумендер, өзінше шоумен, бір хайылпарастар, өзінше бір детекшінастар деген сияқты сондайлар ғой бұл жерде. Өзінше романтиктер сөйтіп өзінше түсіріп сөйтіп ұсталса өйтсе дейтін сияқты сондай шоумендер бұл жерде жүрген. Олар сол сондай нелер бар бұл жерде. Сақшы дейтін бар, қарауыл дейтін бар, ГБР дейтін бар. Сол охранник дейтін бары, сосын қылмыскер дейтін бар дейтін сияқты бұл жерде. Қылмыскерлер қару алып жүр ме, олар қалай жүр деген сияқты. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар.